Сәлем, бұл видео оқу орталығын қалай ашамыз тақырыбында жүргізілетін болады. Есімім Меруерт, Қызылорда қаласында Озат оқу орталығының жүріп тұрғанына қазір 3 жылдай уақыт болды. Сіздерге осы бір пайдалы видеомен бөліскім келеді. Оқу орталығын ашу үшін ең бірінші қарайтынымыз біздің қай жерден орналасу орны, яғни ол жерде міндетті түрде мектептің болуы, балабақшаның болуы және остановканың болуы. Егер ол жерге жақын жер болмаса, сіздің қасыңызда жилой дом немесе мектептер болмаса, сізге келу балалардың саны азайып кетуі мүмкін. Екінші қарайтын нәрсе, бұл алдын ала реклама жіберіп таратып қарау керек. Сізге сұраныс бар ма? Бір топты ашып, WhatsApp-тан группа ашып, сол жерге сұранысы бар адамдарды жинау керек. Сіз оған таргет жіберуіңіз мүмкінсіз. Оған немесе WhatsApp чаттарға, ата-ана чаттарына, туған туыс, көршілердің чатына рекламаңызды жіберіп, келген балаларды, ата-аналарды бір чатқа жинап көресіз. Солай сұраныс тексеріп аламыз. Үшінші, сізде міндетті түрде ерекше методика болуын қараңыз. Себебі ата-аналарға ең бірінші осындай бір кітаптарыңыз, методикаларыңыз, нәтиже шығаратын сондай бір қызықты диагностика жасау құралыңыз секілді нәрселермен ерекшеленіп тұру керексіз. Методика болмайынша баладан нәтиже шығару қиын. Оның до и послесін көрсету қиын. Өлеңді просто зубрить етіп жаттатқаннан көрі, мысалы, бір техниканы пайдаланғаныңыз күштірек. Баланы 3 минутта өлең жаттау техникасы. Ассоциация техникасы арқылы балаға 3 минутта мына бір өлеңді жаттаттым деп тұрып, рилзарыңыз салатын болсаңыз, статустарыңызды қоятын болсаңыз, ата-ана бірден қызығып қарайтын болады. Сол үшін міндетті түрде методиканы алуға тырысыңыздар. Төртінші айтатыным, бұл диагностика жасау. Диагностиканы жасауға кәдімгідей бір сала ретінде қараңызшы. Келген ата-ананы көп мұғалімдердің қатесі, баланы отырғызады да ата-анасын шығарып жібереді сыртқа. Сөйтіп диагностиканы жасатып, ары қарай бұл балаңыз алам дейді да қояды. Ол жерде ата-ана міндетті түрде қарап отыру керек. Диагностикалық сабаққа кіргізгенде ата-ананы алыңыз қасыңызға. Содан кейін барып көрсетіңіз, диагностика жасатыңыз. Жаңағыдай сұрақтарыңызды қойыңыз, логикалық болсын, бірге жаңағыдай жасатыңыз, нейрогимнастикаңыз бар, артикуляциялық жаттығуыңыз бар, графикалық диктантыңыз бар. Ата-ана шатасып, қателесіп, қиналып жатқан кезде сіздің күшті маман екеніңізді көріп отырады. Новый методикамен өтіп жатқаныңызды көру арқылы ата-ана сізге деген сенімділігі артып отырады. Сонан соң диагностика сабағының соңында сіз түсіндіріңіз мамасына. Сіздің балаңыздың қазіргі деңгейі мынандай проблемасы бар, оқуында мынандай бар. Бұл жерде техника былай атайды. Бұнымен мынандай методикам арқылы жұмыс жасаймын. Кітабыңызды көрсетіңіз, методикаларыңызды айтыңыз. 3 айдың ішінде сіздің балаңыздан осыншама результат көресіз. Бір аптада қойып берем, 2 күннің ішінде результат берем деген нәрсе емес. Кәдімгідей мынандай кітаптармен жұмыс жасаймын. Бұл 2 айлық, 3 айлық уақытты алады. Оның ішінде мен зейінін тұрақтандырам, есте сақтау қабілетін арттырам, түсінік айтуды кілт сөз арқылы үйретемін деген сияқты нақты айдағы нәрсені алып берем емес, нақты көз жетіп результатты көретін ата-ана көрген кезде сізге больше сенім ұялататын болады. Сондықтан да осындай диагностикалық сабақтарда, тегін пробный сабақтарда ата-ананы обязательно қатыстырып қойыңыздар. Одан кейінгі мәселе, оқу орталығын ашқан кезде бірден үлкен здание алудың қажеті жоқ. Егер, конечно, сіздің қолдап тұрған ақшаңыз бар болса, немесе қолдайтын бауырларыңыз, күйеуіңіз бар болып тұрса, артық ақшаңыз болса, әрине үлкен етіп ашқан күшті. Барлығын новыйдан қойып жатып, минусқа кеткен танысым бар да, мысалы, осы Қызылорда қаласында, кейін ол кісі, үлкен ақ кісі, келіп консультациясын алып жатыр да, орталық ашқан, не то жерден ашқан біріншіден, спальный район, адам аз, жер үйлер, мектеп алыс, ол жерге маршрут көп бармайды. Видите, осы бір нәрселерді учитывать етпей, сіз минусқа кетіп қалуыңыз мүмкін. Ол әдемі новый зданияны алды арендаға. Ішін әдемі соңғы жабдықтармен жабдықтады. Мұғалімді әкеп қойғысы келді, бірақ бала жоқ. Оқитын бала жоқ. Ол район оның сұрап жатқан ақшасын бере алмайды. Бізде қалада районға бөлінеді. Бір жерде байлар тұрады, екінші жерде ақшасы аздау адам тұрады. Сіз ашып жатқанда сол нәрсеге де мән беруіңіз керексіз. Сіз қандай сумамен ашайын деп отырсыз? Сіздің арендаға алып жатқан зданияңыз өте қымбат болуы мүмкін, бірақ ол жердегі райондағы адамдар ол суманы төлей алмауы мүмкін. Солай ғой, мысалы бізде де тас бөгеттен ашып алып, сіз 100 мыңға оқытамын ай сайын десеңіз, сізге адам келмейді.
Ал сіз центрден ашып, конечно, сол бағаны қойсаңыз и өзіңіздің методикаларыңызды көрсетсеңіз, ол жерге адам келуі мүмкін. Сол үшін местоположение да үлкен роль ойнайды. Кез келген қалада, кез келген ауылда ашып жатырсыз ба, осы бір местоположение қатты қараңыз. Мейлі ол здание не очень болсын, бірақ ішін тазалап, ұқыпты қылып қойсаңыз, бушный партадан да бастай беруге болады. Сізге келіп ата-ана айтпайды, неге сенің партаң новый соңғы үлгідегі емес демейді. Ол жерде ең бастысы балаға жайлы болса, беріп жатқан материалдарыңыз өте көңілінен шығып жатырса, оған сіз постоянно жаңағындай тесттермен көрсетіп отырсаңыз, деңгейінде мына айда мынандай балл жинап отыр, мына айда мынандай жұмыс жасалды, видео сабақтарына үзінді жіберіп отырсаңыз, фото, видео суреттерін жіберіп отырсаңыз, ата-ана, конечно, сізге баласын бергеніне қуанады. Результаттарын көрсетіп отырсаңыз, тем более қуанады. Ал енді оқу орталықтарды ашуын аштыңыз, бастапқы айда жұмысын жүргіздіңіз, сізге мемлекеттен көмек алуды да ойлау керек. Себебі бір ғана ақылы баламен ғана күн көремін де өте қиын. Ол үшін сізге өте үлкен количество балалар керек. Ал сіз оны аша салып жинай алмайсыз. Конечно, блогерге реклама бергіңіз келетін шығар, бірақ оның өзі 200 мың, 150 мыңның үстінде алып жатырса, бірінші айда сіз оны алып бастап кетуіңіз қиынырақ соғады. Сондықтан да қалтаңызға қарайсыз, сізде қанша теңге бар. Мына бизнесті ашуға қанша теңге бөле аласыз. Мен сияқты 50 мың теңгемен бастайсыз ба? Жоқ әлде сразу 2 миллион теңгемен бастайсыз ба? Бұл сіздің қазіргі финанстық жағдайыңызға байланысты шешілетін мәселе. Если аз ақшамен бастайтын болсаңыз, онда кішкене кабинеттен, бушный заттармен өзіңіз мұғалім болып бастайсыз. Ал егерде сізде ақша көп болса, конечно, білікті мамандар жинап аласыз, команда құруды үйрену керексіз уже сізді. Масштабпен бастайын деп отырсыз, себебі блогерге рекламаны бердіңіз, сыртын әдемілеп рекламалаттыңыз, открытиясын жасадыңыз, жарқыратып өйстіп ашсаңыз болады. Бұл сайып келгенде осы финанстық жағдайыңызға байланысты қимылдайсыз деген сөз. Енді қандай жағдайда да ашсаңыз да мемлекеттен берілетін көмектерді қарау қажет. Ол туралы мен өзімнің осы парақшамда бөліскенмін каналымда. Осы видеоның астында описанияда ссылкасын салып қойдым. Міндетті түрде кіріп қарап ал. Себебі мемлекеттен берілетін 3 түрлі көмек бар оқу орталықтарына. Ол білім программасы, даму бала программасы және жұмысшы субсидиясы. Егер осы материалдар саған қажетті болса, қызықты болса, әрине сенің өркендеп кетуіңе, өсіп кетуіңе осы мемлекеттің берілетін көмегі өте зор болмақ. Саған видео ұнаған болса, міндетті түрде парақшама тіркеліп алып, лайк бас және достарыңмен бөліс. Сау.